Білесіз бе, бұл жігіт әлемдегі ең үлкен пицца жасап, рекорд жасады. Ол 26 жасты Эрик Декер. Пиццаны жасауға 6 тонна қамыр, 2 тонна соус, 4 тонна ірімшік, 630 мың пепперони жұмсалған. Пиццаның көлемі 1300 шаршы метр болған екен. Яғни орташа футбол алаңының жартысындай көлемі. Нәтижесінде әлемдегі ең үлкен пицца жасаған Эрик Гиннес рекордтар кітабының марапатына ие болды. Мен де рекорд жасағым келіп тұр. Әлемдік емес, жеке өзімнің. Бүгін мен халал слайстың ең үлкен пиццасын жалғыз өзім тауысып көремін. Қараңыздар, қандай дәу. Менің қолымды қараңыздар. Ал енді рекордыма кірісейін. Тойып кеттім. Болды, енді сыймайды. Өкінішке орай тауыса алмадым. Рекордым тек пиццаның 1,5 ғана бөлшегі. Ал сіз халал слайстың ең үлкен пиццасын таусалар ма едіңіз? Қаласаңыздар мен сияқты әртүрлі нұсқасынан немесе бір-ақ нұсқасын алсаңыз болады. Мына пиццаны күйеуіме апарып берейін. Сол жеп қояды.